Қайырлы күн. Бүгінгі бейнероликті біз лазермен қалай жұмыс істеу керек екенін, оны бірінші қалай қосу керек екенін, ішіне не кіретінін қарастырамыз, және қандай бағдарламалар керек екенін, және біздің ең бірінші суретімізді салып көреміз. Бірінші біздің лазер қалай келеді, және ол түрі қандай екен. Лазердің түрі міне мынандай болып келеді сізге. Артында көріп тұрғаныңыздай пластикалық бекітетін бөлшегі бар. Оның екі түрі бар, мынандай және мынандай. Демек, сіздің шпинделіңізге байланысты түрлері өзгереді. Көбінесе ол міне жиналып келеді. Демек, бекітіліп келеді. Немесе мынау, немесе мынау. Екеуі біреуі. Егер бекітілмесе, мына онымен бірге мынандай пакетке келеді. Осы пакеттің ішінде қосалқы бөлшектер бар және болтиктар бар. Міне артында көріп тұрғаныңыздай тесіктері бар. Келтіріп алып, үстіңгі тесіктеріне екі болтты бірақ қоясыз. Мен шпинделіме келетін міне мына бөлшек, сондықтан мен соны сақтаймын. Екіншісін алып тастаймын. Енді мына қосалқы бөлшектердің ішінде не бар екенін қарастырайық. Ашып қарайық. Мынандай бір пакетик бар. Мынандай пластик бар. Кешірім сұраймын. Мынандай пластик бар. Бір темір. Екі темір. Тағы да бір темір бар ішінде. Әрқайсысының не үшін қажет екенін қарастырамыз. Мына мынандай шестигранник бар. Және міне тағы бірнеше болтиктар бар ішінде. Әр болтиктің не үшін қажет екенін көрсетемін. Мынандай бар, және мынандай бар ішінде. Қарастырамыз әрқайсысы не үшін қажет екенін. Ең бірінші мына пластиктар бұл не екенін қарастырайық. Бұл қорғаныс пластиктары, демек сіздің көзіңізді қорғау үшін қажет, себебі лазерға тура қарап тұруға болмайды. Ол сіздің көзіңізге зақым келтіреді. Сондықтан мынандай пластик арқылы немесе ең жақсысы бөлек сатып алсаңыз, көзілдіктер сатылады, мынандай қызыл түсті. Олар бұл лазердің көк түсін азайтады да, сіздің көзіңізге зақым келтірмейді. Және мынандай екіншісі бар. Бұл да сол лазерді өткізбейді. Бұл қалай жалғанады? Көріп тұрғаныңыздай, міне артында 4 магнит бар. Оны былай қоя салсақ, болды. Ол салынып тұрады. Бірақ мен бұл нәрсемен қолданбаймын. Ала салайық. Мен көбінесе жақсы көретінім міне мынау. Қарт түсіндіре кетемін. Не себепті? Себебі ішінде мынандай бір темір бар. Мынандай және мынандай. Естеріңізге ала кетсеңіздер, бірінші видеороликте көрсеткен бұл быстросъемник деп аталады. Басқан кезде шлангты шешіп алатындай. Бұл жерге бір алады. Себебі бұл не бір нәрсе саналады. Бұл не? Бұл су үшін қажет жоқ. Бұл ауа үшін қажет. Себебі лазермен жұмыс істеген кезде, егер сіздер сурет салсаңыздар немесе кесем десеңіздер, ауаны қолданған жөн. Не себепті? Себебі мысалы ағашты алып қарасақ, ағашты кесе бастағанда одан түтін шығады, оның майы шыға бастайды. Ол шыға бастаған кезде мына шеттері сарғаяды. Демек, сіз істеген нәрсеңіздің шеттері сап-сары болып шығады да, түрі бұзылып кетеді. Ол түтінді алып тастау үшін, демек үрлеп тастау үшін сізге ауа қажет. Ол үшін бөлек міне магазиндардан, интернеттен қарап көрсеңіздер, міне помпалар сатылады. Дәл осындай деп айтып тұрған жоқпын. Жай ауа помпасы қажет. Олар қатты қымбат тұрмайды. Міне, және де мынандай шланг. Жинап көрсетемін. Қалай көрінетінін. Бұл лазерға қалай бекітеміз? Міне көріп тұрғаныңыздай, мына жерде қара болтигі бар, шестигранный. Және міне комплектіде шестигранниктен өзгереді. Бұны міне мына жаққа қарай бұрап қоямыз. Мына жақта резинкалар бар, қараңыздар. Ақырын итеріп қоямыз. Болды. Орнына келтіргеннен кейін шестигранникпен біраз қысып қоямыз. Қатты қыспаймыз, жай түсіп кетпейтіндей. Қысып қойайық. Болды, бұл түспейді. Дүзеу тұру керек. Тексеріп аламыз. Дүзеу тұр. Болды. Демек, жұмыс істеген кезде біз бұған ауаны қоса аламыз. Егер суреттеріңіз қатты үлкен болмаса,
мынаның өзінің ішіндегі мына вентиляторда жел үрлейді. Онда күш жетіп қалуы мүмкін. Бірақ егер сіз үлкен нәрселер істеймін десеңіз, әлде немесе кесем десеңіздер, ауа қажет болады. Енді мына қорғаныс қалпағын қалай киюге болады? Қарастырайық. Егер ана магнитте болса, бұда магнит жоқ. Оған қарамастан, бұда шеттерінде міне тесіктері бар. Әдейі істелінген. Оны былай қоямыз орнына. Және бағана көрсеткенімдей, міне мынандай болтиктар бар ішінде. Соларды шеттеріне бірақ қоямыз. Қатты қыспаймыз. Жай ақырындап бұрап қоямыз. Болды. Енді бұны ашып жабуға болады. Демек, сізге бір нәрселер істеу керек болса, ашып қоясыздар, дұрыстап қоясыздар. Одан кейін жабыңыздар. Сіздің көзіңізге зақым келмейтіндей. Техника қауіпсіздігін сақтаңыздар. Одан кейін енді бұны қалай орнатуға болады? Бұны орнатқан кезде, мысалға мен жағдайымда міне үстіңгі жағында екі тесігі бар. Мына шпинделінді бұлай орнатып, орнатып аламын. Және мына қалған екі болтикті осыған бұрап қоям. Қазір уақытын жұмсамай қояйын. Алып тастайым. Бірақ сіздер оны бұрап қойыңыздар. Лазеріңіз шайқалмайтындай. Өйткені лазер шайқалса, суреттеріңіз анық шықпайды. Енді одан қарамастан бөлек тағы да мынандай сым келеді. Онымен мен қосып қойған. Өйткені себебі мен бұл сынықпен өзім жұмыс істеймін. Және айта кетерім, бұл видео ұзақ болады. Бірақ соңына дейін қарап, дәл мен сияқты қайталасаңыз, сіз осы видеоның соңында өзіңіздің бірінші суретіңізді сала аласыз. Міне мынандай сым келеді. Бұл сымда мына жақта 4 немесе 3 сым болуы мүмкін. Бірақ ең бастысы бұл қызыл плюс, қара минус және сары сигнал. Енді қарсы сіздерді жақындатайын. Міне артында мынандай колодка бар. Бұны қалай жалғаймыз? Бұл 3 орын бос болады. Ең шеткісі бұл плюс. Қызыл сым. Демек сізге отвертка керек. Бұл плоский. Мынау жарамайды. Кішкентай бір плоский отвертканы. Мына жерді босатасыз. Ақырындап 3 болтты. Бірінші қызылды саламыз да қысып қоямыз. Одан кейін қараны саламыз, қысып қоямыз. Және сарыны салып қысып қоямыз. Жақсылық қысылу керек, бірақ қатты күш салмаңыздар, себебі бұл пластик, сынып жіберуі мүмкін сіздер. Мені тексеріп көреміз. Тұр. Болды, барлық үш сымды тексереміз. Барлық үш сым тұр, шығып кетпейді. Енді міне мынаны былай орақ қойайық, мына үстіңгі жағына айналмайтын. Және мына жерді біз енді орнына тағы бірау жүрейік. Орнына қыстырып қоямыз. Міне. Болды. Мына жерде шатасып кету мүмкін емес, себебі оның өзінің тілдері бар да, орнына тұратын. Соларды орнатып қоямыз. Енді сіздерді орындарыңызды қайтарайын. Камерамды жалғастырайық. Енді орнына қойғаннан кейін бізге станогымыз осы болу керек. Артық нәрселерді алып тастаймыз үстелімізден. Мына темірді қалдырамыз. Қарсы түсіндірем, бұл темір не үшін қажет екенін. Естеріңізге сала кетейін. Егер сізде лайт станогы болса, мына жерде мынандай концевиктер болмаса, батырмалар, онда станогыңызды қосардың алдында оны орнына келтіріп алу керек қолмен, алға қарай, және мен сол жаққа қарай қысып қою керек. Егер сізде про станок болса, онда сізде мына концевиктер бар. Қар көрсетем иннектормен қалай жұмыс істеуге қажет екенін. Енді мына ноутбук жаққа жақындатайын сіздерді. Мына жақындатсам, жақындатайын. Енді ең бірінші бізге мына миын қосып алу керек. Сұр түсті қорапты.
иннектор бағдарламасын ашамыз. Бұл менде папкада жатыр ғой. Міне, ашып алайық. Бұған дейінгі бейне роликтерде біз оны қалай орнату керектігін көрсеттік. Міне ашылды. Енді басында сізде былай болады. Енді бірінші үйге қайтарып аламыз. Менде Sonocom Pro версия. Сондықтан менде мына жерде қызыл батырма көрініп тұр. Осыған бассам, ол автоматты түрде үйіне қайтып келеді. Қане қарап жіберейік, бұл қалай болатынын. Міне көріп тұрғанымыздай, үстіңгі жағына келді. Ең бірінші. Солға барып тірелді. Енді міне бас жағына келіп жатыр. Тиіспеңіздер, кедергі келтірмеңіздер. Бір тиді. Болды. Өзінің бастапқы орнын тапты. Нөлді. Енді жалғастырамыз. Енді тағы айта кететін болсам, міне иннекторда мына үстіңгі оң жағында координаты деген пункт бар. Бұл жерде екіге бөлінеді, міне машинный. Демек, қазіргі нақты тұрған жері көріп тұрғаныңыздай 0,0 деп тұр. Себебі ол ең үстінде сол жақта үй өзіңізге қарай. Және міне рабочий деген бар. Бұл біз өзіміз қойған нөлдерге байланысты. Және міне жауап тұр X оңға солға, Y алға артқа және Z үстіне астына. Бұларды 0 деп қойып аламыз. 0, 0, 0. Демек, мына сандардан кейін келесі батырма ең бірінші. Міне жақын атсаңыздар, обнулить деп жауап тұрады да, соны басамыз. Барлығын 0-ге келтіріп аламыз. Енді бұл темір не үшін қажет? Лазерға жақын атайым сіздерді. Бұл темір мына затыңыздың мына үстінде тұрған қарменде ол менің затым. Мына жыртын стол міне астына тұр. Бұл лазер мен бұл заттың ара қашықтығын дәл келтіріп алатындай керек нәрсе. Себебі, егер лазеріңіз тым алыста тұрса, қуаты жетпей қалып, жазбай қалуы мүмкін, суретін салмауы мүмкін. Немесе қатты жақын тұрса, онда қатты күйдіріп жіберуі мүмкін. Сондықтан мына темірді аламыз да. Бұл темірді мына басына емес, мына корпусына, шетіне көгілдір яғына тигізу керекпіз. Ол үшін біз оны төменірек түсіреміз. Қазір көрсетейін бірінші иннекторда қай батырманы басатынымды. Міне, иннекторда мына жерде батырмалар бар. Мынау алға, артқа, оңға, солға. Міне бөлек тұрғаны қарас осы басы үстіне астына. Бізге астына түсіру керек, оны ақырнап басамыз. Абайлап түсіреміз. Міне қарай жақындатайын сіздерді. Көреттіңіздей. Санаққа болатын. Қары өзім жақындайым. Санаққа. Төмен түсіреміз. Абайлаңыздар, асықпаңыздар. Асығудың қайтысы жоқ. Жақсылап дайындап алсаңыздар, одан кейін жұмысыңыз жақсы жүреді. Міне, атты басып жібердім. Міне. Сәл тиімей тұр, менде қалар. Біраз тағы түсіп жүрейін. Міне, болды. Осы жүр. Бірақ тимей тұр. Осы ара қашықтығы ең керекті ара қашықтық. Демек, осы жерде лазеріміз дұрыс жұмыс істейді осы ара қашықтығы. Жабамыз. Мына бекітіп қою керек. Айтқандай міне әйтпесе ойнақтап тұрады осылай. Суретіміз қисық болып шығады. Бірақ қазір мен бекітпей қояйын. Енді қайтадан иннектор бағдарламасына көшеміз. Енді иннектор бағдарламасында ашқан кезде ол өзі фрезер деп санайды өзін. Бірақ біз оны лазерға көшіру керекпіз. Қалай лазерді қосамыз иннектор бағдарламасында?
үстіңгі сол жағында міне батырмалар бар, 3 батырма. Міне 3 бұрыш, бұл лазер. Оны бір рет басып қалсақ, міне былай жанып тұрса, демек станогымыз лазерға көшті. Демек ол лазермен жұмыс ететінін түсініп тұр. Болды. Енді біз иннекторын жабамыз. Келесі бізге керек бағдарлама Lightburn. Міне мынандай айдаһар салынған бағдарлама ашылады. Бірінші ашылған кезде сізде біраз өзгеше болады. Қарман жойып тастаймын өз станогымды. Бұны істеудің қажеті жоқ. Бұл сіздерге көрсету үшін ғана қажет. Міне, бірінші ашылған кезде сізде осындай әйнек ашылады да, мына жер бос болады. Бұл жерге станогыңызды қалай қосасыз? Міне, ең бірінші батырмаңыз найти лазер. Демек, бұл бағдарлама автоматты түрде сіздің станогыңызды тауып алады. Осы жерге басамыз. Далее жалғастырамыз. Біраз күте тұрыңыздар. Ол қазір сіздің ноутбугыңызда сұрап жатыр. Қай жерде станок қосылып тұр деп. Міне, тапты, көріп тұрғаныңыздай. Добавить устройство басамыз. Мына үстіңгі жағында станоктың атын жазуға болады. Мысалға менде қазір 15-10. 15-10 деген станок. Осылай жасылайым. Міне астында оның өлшемдер жазылып тұр. Демек, ені менде длина по x деп жазылып тұр. Ол ені менде 1000 мм. Себебі менде 1000 жарымға 1000 мм станок. Міне, ал ұзындығы бойынша менде 1000 жарым. Длина по y. Барлығы дұрыс. Next. Енді, мына жерде 4 батырма тұр. Бұл жерде біздің бастапқы орнымыз қайда екенін көрсетеміз. Менде мына астыңғы сол жақта деп тұр. Спереди, слева. Осы жерге қоямыз. Мына жасыл батырманы өшіріп тастаңыздар. Бұл не? Бұл қосылып тұрса, сіздің станогыңыз Lightburn ашылған кезде автоматты түрде үйге қайтып келеді. Бұның қажеті жоқ. Өшіріп тастаймыз. Next. Болды. Finish. Одан кейін окейді басамыз. Міне, мына астыңғы жағында жазылып тұрады. Міне, егер станогыңыз аты жазылып тұрмаса, оған басамыз да таңдап аламыз. Міне, автоматты түрде көрініп тұр. Ені 1000, ұзындығы 1000 жарым болып тұр менде қазір. Болды, қосылды. Егер сіз байқамай асығып бір жерін қайтесеп қойсаңыз, қорықпаңыздар. Міне, станогың жерде устройство деген батырма бар. Бұған бассақ, міне, станоктарымыз шығады. Сізде бұл жерде біреу ғана болатын шығар. Міне, жаңағы қосқан станогыңызды 2 рет басамыз. Жалғастырамыз. Міне, мына жерде атын өзгертуге болады. Жалғастырамыз. Мына жерде бастапқы орнына ауыстыруға болады. Және мынаны өшіріп тастауға болады. Кейбір кісілер мынаны өшіруге ұмытып кетеді. Lightburn ашқан кезде станок өзінен өзі жұмыс істеп кетеді. Мынаны өшіріп тастаңыз. Болды, сақтаймыз. Окейді басуға ұмытпаңыз. Қайтадан станогыңызды таңдау керек. Болды, станогыңыз таңдалды. Енді, бұның ішіне не бар екенін қарастырайық. Бірінші, мына сол жағында бұл не нәрселер? Бұл сол жақта инструменттер. Демек, сіз мына жерде өзіңіз суретін сала аласыз. Қарындашпен салуға болады міне. Демек, мына тінтуірмен сурет саласаңыз, тіктөртбұрышты, төртбұрышты, дөңгелекті және басқа геометриялық фигураларды сызуға болады. Төменірек бізде сөз жазуға арналған және басқа бөлшектер бар. Өзіңіз оқып қарасаңыздар, мына атаулары жазылып тұр. Ең бірінші, мысалы біз тіктөртбұрыш сызып көрейік. Міне. Бірақ енді тінтуірмен оның нақты размерлерін қою қиын. Міне, үстіңгі сол жақта жазылып тұр. Ширина, ені, высота, биіктігі. Және одан біраз солға қарай міне құлып тұр. Бұл құлып жабық тұрса, сіздің төртбұрышыңыз бірдей ұлғаяды барлық жақтарынан. Мысалға мен мына жерге 100 десем, көрдіңіз, барлығы бірге кішірейіп кетті. Егер мен мына құлыпты алып тастасам, мысалға тек қана енін өзгертсем, мысалға 500 деймін, сізге көрінетіндей. Міне, ен өзгерді, ал биіктігі өзгерген жоқ. Енді мен барлығын 100-ге 100 деп келтіріп алайын, өзіме керектегідей. 100-ге
100. Демек, ол 10 сантиметрға 10 сантиметр. Жақындату үшін мына тінтуірдің колесигін доңғалағын бұраймыз алға қарай. Жақындаттық. Енді мен мына жерге мысалға бір сөз жазайын. Мысалы, ағылшынша сәлем деп жазайын. Hello. Міне, егер шрифтті өзгерткізгіңіз келсе, мына үстіңгі жақта міне шрифте жазылып тұр. Бұл жерге бассақ, таңдауға болады. Қандай шрифт сізге ұнайды? Мысалға мен мынаны таңдай салайын. Енді мынаны жылжыту үшін не істеу керек? Мына сол жақта міне тінтуірдің суреті бар. Соған бассаңыз, енді мына сөзді жылжытуға болады. Көрдіңіз бе? Сөзді, мына фигуралардың барлығын жылжытуға болады. Жақындатамыз. Бұл жерде оны ұлғайтуға, кішірейтуге болады. Міне келтіріп аламыз. Болды. Мен мысалға мына сурет салғым келеді. Енді ары қарай жалғастырамыз. Енді қараңыздар. Лазермен жұмыс істеген кезде сізде бастапқы екі мындай бөлімдер бар. Ол жылдамдық және қуат. Демек, қандай қуатпен лазер жұмыс істеп тұрады. Оны қалай настройкасы істеуге болады. Міне бірінші мына жақта оң жақта көрсеңіздей вырезы слой деп тұрғанды басамыз. Мына жерде міне бір пункт қана тұр қазір. Бірақ мысалға мен сөзді астыңғы жақта көрсеңіздей әртүрлі төртбұрыштар бар. Мен мысалға оны жасыл қылдырайын. Ал мына төртбұрышты мен мысалға қызыл қылдырайын. Міне көрініп тұр, иә. Қазір не істедім? Мен оларды бояп тастаған жоқпын. Мен әрқайсысына әртүрлі настройкасы істейін деп оған түсіндірдім. Міне оң жақта көріп тұрғаныңыздай енді жасыл және қызыл пайда болды. Бұл жерде енді таңдауға болады. Бірінші режим, міне қарасаңыз, линия, демек тек қана сызықтарын сызып өтеді. Одан кейін төменірек заливка, демек ішін бояп шығады тек қана. Одан кейін заливка плюс линия, демек ол ішін бояп шығады да сыртына сызып береді. Смешанная заливка. Оны таңдамай қойыңыз. Мысалға мен линияны қалдыра салайын. Астыңғы жақта мысалға төртбұрышты линия қалдыра салайын. Өйткені мен заливка десем, ол мына сөзді бояп тастайды бірге. Енді оңға қарай қарасақ, не жауап тұр? Скорость, мощность. Осы жерге екі рет басамыз. Міне мынандай әйнек ашылады. Мына жерге жауап тұр? Скорость. Мына жерге қараңыздар, миллиметр в секунду жазылып тұру керек. Егер олай болмаса, сервиске кіреміз да, настройкасында миллиметр секунд таңдаймыз. Көрсете кетейін. Бірден, міне, үстіңгі сол жақта сервис. Мына жақта кешіріңіздер, сервис емес, правка, параметры кіреміз да, міне мына жерде миллиметр минут деп тұрса, мына миллиметр секундқа ауыстырамыз да, окейді басамыз. Ұмытпаңыздар. Енді қайтып келейік. Қуатпен жылдамдыққа. Мысалға, мына жерге жылдамдықты 60 деп қойайын. Және қуатты максималды 60 деп қойайын. Ал мына тіктөртбұрышқа, мысалға, жылдамдықты мен 40 деп қойайын. Ал қуатын мен мысалға қуатын дәл сол 60 деп қалдырайын. Жоқ, давайте жылдамдығын азайтайын, біресе 30 деп сақтап қойайық. Сонда біз оны көреміз қазір берген кезде қалай болатынын. Болды, мен настройкаларды істедім. Төменірек, бұл не батырым? Төменірек қарасақ, мысалға переместить. Бұл не міне? Оны бассақ, міне, көріп тұрғаныңыздай, мына жақта батырмалар бар. Естеріңізге түссе, инъекторда дәл осындай батырмалар болды. Демек бұл станокты алға жылжыту, артқа жылжыту, оңға, солға. Мына төмен тұрған батырмалар жоғары төмен. Жоғары төмен тиіспей қойайық, өйткені біз жаңа қойып тастадық оның барлығын. Иә, демек лазердің ара қашықтығын тиіспейміз. Одан кейін жылжытқан кезде, мына жерде қараңыздар, дистанция жер жауап тұр. Мына жерде қанша тұрса, соншаға жылжиды. Мысалға менде қарап 100 деп тұр. Мен бір басқан кезде, міне, станогым алға 100 мм-ға жылжиды. Керек жеріме келтіріп алайын станогымды. Дәл оңға қарай. Мысалға, осы жерде болсын жарайды.
Болды, келтіріп алдым. Қайтып келемін вырезбен слойға. Енді төменірек қараймыз. Үлкен батырмалар. Пауза, демек тоқтата тұру. Стоп, толықтай тоқтату. Пуск, бастау. Рамканы бассаңыз, ол тек қана қана жерде өтеді. Көрсет, қанша жерді алатынын. Төменіректі баспай қойыңыздар. Одан төменірек қарай енді. Міне, қараңыздар. Начать с деп тұр, иә? Сізде мына жерде абсолютный координата болуы мүмкін. Абсолютный координата болса, сіз мына жерде станоктың үстеліне қай жерге қойсаңыз, сол жерде ол жұмыс істей бастайды. Бірақ маған ол ыңғайсыз. Мен мысалға таңдайтыным текущий позиция. Демек, лазерді қай жерге қойып тұрсам, сол жерден бастап жұмыс істе деп айттым оған. Және төменірегін не қоямыз астына, сол жаққа. Демек, ол мына тіктөртбұрыштың не даже көрсетіп тұр. Мына жерден бастап, былай жұмыс істей бастайды. Егер сіз өзгертсеңіз, ол басқа жерлеріне бастап жұмыс істейді. Одан кейін тағы да бір полезный функциясы. Мына жерде вырезать только выделенное. Демек, тек таңдалғанда ғана жұмыс істеу керек. Мен мысалы сөзді таңдасам, демек ол тек сөзді ғана істейді да, төртбұрышты істемей қояды. А егер мен былай басып тұрып екеуінде таңдасам, ол демек менде қазір сөзді төртбұрышты істейді. Енді қайсысын бірінші, қайсысын екінші істейді. Оны біз оң жақтан көре аламыз. Не көрдіңіздей, әдейі сондықтан әртүрлі істедім. Демек, мына жерде қайсысы бірінші тұр, соны орындайды. Содан кейін келесін істейді. Мына жерде қарап тұрғанымыздай, бірінші жасыл, демек сөзді жазады да, тек содан кейін ғана қызыл мына төртбұрышты өтеді. Енді басып көрейік. Пуск деп, және міне мына жаққа қарай бұрайық. Міне, пускты басқаннан кейін станогыңыз бірден жұмыс істей бастайды. Егер басқаннан кейін лазер станогыңыз жүріп тұрса, бірақ лазеріңіз жанбай жатса, демек сіз иннекторда лазер дегенді қосып алмап кеттіңіз. Қайтадан лайтбернді жауып, иннекторды ашып, сол жақта үстіңгі жақта үш бұрышты басу керек. Лазерді қосып қою керек. Тек содан кейін ғана лайтбернға көшеміз. Иннекторны міндетті түрде жабу керек, себебі олар бір жерде жұмыс істейді да, бір-біріне кедергі келтіреді. Міне қазір ол жазып жатыр. Жазып болсын. Біраз видеоны алға қарай айналдырып жіберейік. Көреміз не болатынын. Міне сөзді жазып болды. Қазір міне төртбұрышты сызып жатыр. Сызып болғаннан кейін ол бастапқы орнына қайтып келеді. Мен оны біраз алға қарай жылжытайым. Естеріңіздегідей, міне переместитті басам да, алға қарай. Тағы да біраз алға жылжытайым. Сізге көрсететіндей барлығын. Міне көріп тұрғаныңыздай. Ол жазды. Мына сызықтарға мән беріңіздер, бұл бұған дейін жұмыс істегенім. Бірақ міне қарасаңыздар, hello деген сөзіміз толықтай жазылмай қалды. Себебі бізде қуатымыз аздау болды, жылдамдығымыз көп болды. Ол барлығын дұрыстау керек. Демек, өздеріңіз таңдайсыздар жылдамдық пен қуаттың арасын. Демек, бізге мынау мысалы қаралу керек болса, не жылдамдықты азайтамыз, не қуатты ұлғайтамыз. Ал міне қарасақ, қараңыз. Мына тіктөртбұрыш әп-әдемі болып тура шықты. Көрдіңіздер ме? Мысалға, міне мына жерде мен қуатты көтеріп, жылдамдығын біраз азайттым. Міне көрдіңіздей әп-әдемі болып шықты. Қуатты ең көп дегенде 95 деп қана қойыңыз. Себебі, егер 100%-ға қойсақ, мына лазеріміз бізге біраз қиналып, сізге аз ғана жұмыс істейді. Енді мынандай нәрсені қалай істейміз? Жүріңіз, сіздерге көрсетейін. Ол үшін біз интернеттен фотоны жүктеп аламыз. Мысалы, мынаны алып тастайық, бізге қажеті жоқ енді. Фотоны жүктеп алғаннан кейін, міне файл, импорт деп басамыз. Осы жерден енді суретімізді таңдап аламыз. Мысалы, басқа суретті таңдап алайын. Мысалы, мынаны. Міне, ол сүр түсті тұрды орнына, көрдіңіздер ме? Біраз жылжытайын қарғосын. Міне, енді мына жерге вырезать слой өшсек,
мына бұған дейінгідей енді мына жерде выбор жоқ. Өйткені мына жалпы изображение деп ол өзі түсініп тұр бұл фото екен. Ал мына жерде енді скорость motion сызығы бар. Міне енді мына жерде жылдамдықпен қуатты дұрыстау керек. Мысалы жылдамдықты 40 деп қояйын, жарайды. Ал қуатты мен мысалға 85 деп қояйын. Міне. Енді пускты басайын. Көрейік не болатынын. Міне көріп тұрғаныңыздай, фото сурет істеген кезде ол сызықпен жүреді. Демек былай. Өтеді. Көрдіңіздер ме? Біраз видеоны алға қарай жылжытып жіберейік. Көретін не болатынын. Міне жай фото суретті қойып, лазерді басқаннан кейін, міне мынандай бізде шығады. Бірақ қуатын көріп тұрғаныңыздай аз қойып, жылдамдығын көп қойдым да, сондықтан бұл қатты батқан жоқ. Егер сізге қаттырақ батыру керек болса, мына жердегідей қуатын көбейтіп, жылдамдығын азайту қажет. Мына жерде міне қолмен тигізгенде сезіліп тұрады әр суреті. Мына жерде жай ғана сурет, қолмен сезілмейді. Енді айтар кететін болса, қазір камерадан орнына қояйын. Енді тағы да бірнеше айта кететін жақтар бар. Егер сіздер кесем десеңіздер, онда сізге мен сияқты стөлге толықтай қоюға болмайды. Ол кескен кезде астына бір затты қою керек. Демек, бірнеше затты қойып, кескен кезде мына ауа астынан өту керек. Тек осылай ғана сізге кесуге болады. Себебі мен сияқты былай стөлге қойып кесем десеңіздер, стөлді бүлдіріп аласыздар. Өрт қауіпті төнуі мүмкін. Сондықтан техника безопасность дегенді естеріңізде сақтап жүріңіздер. Енді барлығын көрсеттім. Енді барлығы сіздердің қолдарыңызда. Бастаңыздар.